Біздің көбіміз Квентин Тарантиноны ғажап режиссер ретінде білеміз. Ал шын мәнінде ол алдымен сценарист. Оның 2 Оскары бар. Біріншісі Pulp Fiction деген фильм үшін, екіншісі Азат Жанго үшін. Оның ешкімге ұқсамайтын астарлы, әзірлі, диалогты ғажап жазуы, сондай-ақ оның структурасы, ол жалпы кино сценарийге бір өзгеше жаңалық әкелген адам. Ол қағидаларды біліп алып, әбден жаттап біліп алып, содан кейін барып оны бұзған адам, жаңа леп әкелген адам. Оның ең бір танымал сөзі, мен кино мектепте оқыған жоқпын, мен киноға бардым деген сөзі ғой. Демек ол көп көрген. Көп киноларды көрген, соларды талдаған, анализ жасаған, кім қалай түсіреді, кімнің стилі қандай, кім қандай ерекшелікпен көрінген, кімде қандай кемшілік бар, осының бәрін саралап барып, ол өзінің жолын тудырды. Яғни сценарий жазудан бастады. Ендеше сіз де сценарий жазу үшін, өзіңіздің ойыңыздағы ғажап бір дүниелерді жазу үшін, мен қолымда тұрған кино сценарий әліппесі кітабы, осы кітапты алуға болады. Бұны алу үшін сілтемеге өтесіз. Содан кейін бәлкім кім біледі, қазақтан шыққан Тарантино сіз болуыңыз мүмкін.